Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Әдеби емес мәтіндермен жұмыс бойынша қалыптастырушы бағалау атты семинарымызға қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Салтанат Әбілахатқызы Меңдібаева, Назарбаев зияткерлік мектебінің Астана қаласы физика-математика бағытындағы мектебінен. Бүгінгі біздің сіздермен сөз етпекші болып отырған тақырыбымызды бастамас бұрын, ең бірінші мәтін дегеніміз не? Сол теориялық ұғымға тоқтала кеткім келіп отыр. Мәтін жазба түрде белгілі бір ақпаратты хабарлау, мазмұны және құрылымы толық аяқталғанымен барып айқындалады. Автордың хабарлап отырған ақпаратқа деген қатынасы байқалады. Мәтінмен жұмыс істеудің кезінде біз оқушылардың қандай дағдыларына назар аударғанымыз жөн? Мәтіннен ақпаратты ала білуіне, интернет бақтан алған мәтіндерді сыни електен өткізуіне, деректерді таба білу және дерек көздермен жұмыс істей білу, сызба, кесте, диаграмма, шартты белгілердің мағынасын білу, оқи алу және мәтін құрастыруда тиімді пайдалана білу. Енді осы мәтін мен түрлерін анықтайтын нақты критерийлерге келген кезде ғалымдар белгілі бір нақты ұсынысты айтпайды. Себебі бір мәтіннің бойында стильге, тіліне, құрылымына қарай бірнеше белгілер жүруі мүмкін. Бірақ бізде қалыптасқан ғылыми ортада, яғни көркем әдеби мәтіндер және ғылыми мәтіндер деп екіге бөліп қарастырамыз. Ал төменгі сыныптарда біз баяндау, пайымдау мәтіні, суреттеу мәтіні деп жоғары қарай келген кезде стиліне қарай публистикалық мәтін, ғылыми мәтін деп топтастыра бастаймыз. Жалпы дүниежүзілік ғалымдардың көзқарасы бойынша мәтінді екі топқа бөліп қарастырады екен. Яғни мәтінмен жұмысты да екі топқа біріктіруімізге болады. Әдеби мәтіндер, әдеби емес мәтіндер. Яғни әдеби мәтіндерге көркем мәтіндер мен ғылыми мәтіндерді жатқызса, әдеби емес мәтіндерге жарнама, постер, билет, ас мәзірі, түрлі кестелер жатады. Енді осы әдеби емес мәтіндерді оқытудың бізге қандай пайдасы бар? Немесе Назарбаев зияткерлік мектептерінің бағдарламасына осы әдеби емес мәтіндерді енгізудегі алға қойған мақсатымыз не? Өмірмен тікелей байланыстылығына бұл түрлі транспорттардағы билеттердің мәтіндері, яғни жұмыс орталығындағы, жастар орталығы мен мемлекеттік мекемелердегі жұмыс туралы мәтіндер, демалыс орындарының ақпараттық мәтіндері, сауалнама, тіркелу сауалнамалар сияқты мәтіндер, кулинарлық мәтіндер, яғни тамақты әзірлеудегі қадам-қадаммен берілуі, ауа райы туралы сайттардағы мәліметтегі мәтіндер, кітап, фильм, музыка туралы мәліметті мәтіндер, интернеттен тауар сатып алу сияқты мәтіндердің өздеріңіз байқап отырғандай қазіргі өмірімізбен тікелей байланысты екенін анықтауға, байқауымызға болады. Енді осы тұрғыдан келген кезде мұғалім ең алдымен әдеби мәтінді оқытпастан бұрын өзіне сұрақ қою керек. Мен нені оқытып жатырмын? Содан кейін барып қалай оқытып жатырмын деген бұл сіздерге мәлім сұрақтар деп ойлаймын. Енді не оқытып жатырмын деген кезде ерекше назарларыңызды шартты белгілерге аударғым келіп отыр. Қазір ғалымда түрлі символ, графика, диаграмма сияқты шартты белгілерді қолдану өте маңызды. Қазіргі ғылымның даму қарқынына сай заңды құбылыс деп санайды. Бұдан түрлі таңбалар сөзді, сөйлеуді жеңеді деген пікір тумайды. Адамдардың табиғи тілі ең күшті, баға жетпес құнды қатынас құралы. Бұл халықтың ата-бабадан бері келе жатқан бағалы қазынасы. Оны басқа ешбір құрылымдар ауыстыра алмайтыны талассыз мәселе. Ал енді осы тұрғыдан
оқушылар бізде шартты мәтіндермен, шартты белгілермен алғашқы таныстығын бастауыш сыныпта немесе орта буында бастайды. Яғни бұл көбінесе сіз бен біздердің, яғни мұғалімдердің жазба жұмысын тексерген кездегі дәптердің шетіне белгілеп қоятын шартты белгілер. Яғни емле қатесіне байланысты, тыныс белгісінен кеткен қатеге байланысты, немесе абзац керек деген белгіні, дүдамал екі-үшті осы сөйлемді ойлан деген белгі, немесе пікір немесе фактіні бұрмалаудан кеткен кемшілік деген, осы жерге ерекше көңіл аудар, ауыстыруды керек етеді, немесе бұл стилік жағынан дұрыс құрылмаған, жөндеп жаз, сөз қалдырып кетсе түсініксіз сөйлемдерді көп нүкте арқылы белгілейтініміз мәлімдігімен қатар оқушыларда осы шартты белгілерге көздері үйреніп, егер аз теректелген сөйлем кездесетін болса, осы жерде бірнеше ойды қайталап тұрғаны, не болмаса бірнеше сөзді бір сөйлемнің бойында қайталауға ұрынып тұрғанын, өзінің кеткен кемшілігін бірден түсініп тұрады. Ал осы шартты белгілерді оқыту Назарбаев зияткерлік мектептерінің кіріктірілген бағдарламасында оқылымның бір мақсаты ретінде жеке алынған. Яғни оқылым 7 мәлімет алу деген мақсатта 6-шы сыныпта түрлі белгілердегі жол белгілері, символдық белгілер мағынаны таниды және қолданады. Ал 7-ші сыныпта жарнамадағы астарлы ойды түсінеді, теледидар ақпарат көздерін пайдаланып түрлі көзқарастарға баға береді. Теледидар шағын кітапшалардың мазмұнын және өз ойын салыстыра оқиды деп 9-шы сыныпта, ал 10-шы сыныпта бейне материалдардағы шартты белгілерді қолданады, проблемалық мәселелерді шешеді деп көбінесе 2-ші тоқсанда өткен 9-шы сыныптардың, 10-шы сыныптардың баққа байланысты тақырыптарында осы мақсаттар кеңінен қолданады. Енді бізге алғашқы кезде тосырқау туғызған осы мақсаттарға біз қай тұрғыдан қалай келуіміз керек, және оны тапсырмаға қалай айналдыруымызға болады деген мәселемен сіздермен бөліскім келеді. Мысалы, 7-ші сыныптың 2-ші тіл ретіндегі киім адам көркі деген үлкен лексикалық тақырыбы бар. Осы лексикалық тақырыпта оқушыларды, жалпы сыныпты 3 топқа бөліп, өздеріңіз байқап отырған сияқты 3 сурет топтамасын ұсындым. Яғни бірінші тапсырма бойынша әр топтан бір өкіл келіп, төмендегі суреттердің өз тобына қатысын теріп алу керек. Бірінші қатарда тұрған суреттерге ой жүгіртіп қарасаңыз, яғни үтіктеуге байланысты, одан кейінгісі киімді жууға байланысты, содан кейінгісі киімді кептіруге байланысты. Яғни 3 топқа бөлуге болады. Арасында араласқанда суреттер бар. Міне оқушы топқа бөліну үшін әрі сын тұрғысынан ойлайды, әрі өзінің тобына қатысты мәселені, суреттерді таңдап әкетеді. Яғни осыған орай топты үтіктеу, жуу, кептіру деп атау беруге болады. Яғни тапсырманы ары қарай дамытып, әр суреттің болжап мағынасын бағанға теріп жаздыруға болады. Мысалға, үтіктің үстінен айыру сызып тасталған белгі тұратын болса, яғни бұл киімді не істеуге болмайды, үтіктеуге болмайды. Немесе мынау кір жуатын ыдыстың ішінде 30 деген жазу болатын болса, яғни судың температурасы 30-дан жоғары болмау керек екендігін қазіргі замандағы балаларымыз оймен-ақ, егер күнделікті өмірде қолданбаса, оймен-ақ түсінуі мүмкін. Міне бұл тапсырманы бірінен бірін туындатып,
Енді жағдаяттық орта тудыру арқылы шартты белгілерді пайдалана отырып, пайдалы кеңес айдары бойынша мәтін құрастырды. Яғни мына жердегі сурет бойынша, яғни полиэстер шартты жуу және кептіруге байланысты пайдалы кеңес, тоқыма жіптен тігілген киімді, кеудешені және бас киімді кептіруге байланысты пайдалы кеңес, мынау жібек киімді жууға байланысты пайдалы кеңес жаз мәтінін құрастыр деген тапсырмалар жазылымның белгілі бір жазылым мақсаттарын қоса қамтып өтеді. Енді тура осы сияқты киім өлшемдеріне байланысты. Яғни орта буындағы оқушылар бұл жерде тапсырмада сәл қиналуы да мүмкін, бірақ алғашқы тапсырма, яғни қазақ ұғымдарды сөйлеммен байланыстырып барып, құйып қойғандай, шапшақ, өзіне арналып тігілгенде, иығына қона кетті деген тұрақты тіркестерді қатыстыра отырып, тұрақты тіркестерді берместен бұрын әрине түсінік жұмыстар, түсіндірмелі сөздіктер қолданылады. Ал сонымен қатар Евростандарт бойынша жаңағы киім өлшемдеріне қатысты ақпарат ретінде беруге болады. Айталық өте кішкентай өлшем, кішкентай өлшем, орта өлшем, үлкен өлшем, өте үлкен өлшем, супер үлкен өлшем деп. Міне бұл ашығын айтқан кезде бұл өлшемдерді қазір біздің өмірімізге де дендеп еніп жатыр. Бұл өлшемдер бойынша үлкендердің өздері де қиналып қалатыны белгілі. Ал біз осындай мәлімет беру және осындай тапсырма беру арқылы оқушыларымызды, балаларымызды жаңағы күнделікті өмірге қарай бейімдей бастаймыз. Енді баланың сын тұрғысынан ойлауын, не болмаса белгілі бір ойын қорытынды жасап барып жеткізуіне қарай мынандай тапсырманы беруге болады. Яғни L161/2 L өлшемді, жағасы 16,5 дюйм, яғни бұл 42 сантиметр дегенді білдіреді. Ұзындығы 170-176 сантиметр деп берілген киімнен төмендегідей сұрақтарды туындатуға болады. Яғни жоғарыдағы киім өлшемі ер адамға арналған ба, әйел адамға арналған ба? Не себепті солай деп ойлайсың? Енді бұл жерге өздеріңізге де түсінік бере кетсек, жағасы 16,5 дюйм, яғни 42 сантиметр деп беретін болса, бұл киімнің ер адамға арналғанын сіздер жақсы біліп отырсыздар. Себебі әйел адамның киімінің жағасының өлшемі берілмейді. Ал бұл өлшем қай елдерге тән? Азия ма, Европа елдеріне ме, не себепті деп ойлантуға сұрақ. Енді балалардың, оқушылардың орындаған кезде осы сұраққа негіз болған жауап ұзындығы 170-176 деген сантиметр. Яғни бұл киімнің ұзындығы осы өлшемді адамға арналған болатын болса, яғни бой ұзын адам. Бұл Европаға немесе Ресейге тән, ал Азия халықтарының орта бойлы болып келетіндігі мәлім. Енді бұл бір жақты пікір болғанмен, жалпы балалардың болжап айтуына, белгілі бір қорытынды шығаруына бағыттайтын тапсырма. Ал осы өлшемді көйлекті киетін адамды сипаттап жаз дегенде, енді оқушының қиялына, жаңағы елестетуіне байланысты сипаттау сөздерін пайдаланып отырып жазуы мүмкін. Енді бұл тапсырмалар топтамасын қалай бағалауға, оқушының жетістігін қалай көруге болады? Егер бірінші, екінші тапсырмада шартты белгілермен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға бағытталған болса, ал үшінші тапсырма бойынша жазылым дағдысын дамытуға болады. Яғни 4 тапсырма арқылы 2 мақсатты жүзеге асырамыз. Бірінші, екінші тапсырмада жаңа өздеріңіз естеріңізде қалғандай, бұл бірінші тапсырмада жууға, түктеуге байланысты шартты белгілер берді. Екінші тапсырмада жағдаяттық
тапсырмалар берді. Яғни жібек киімді қалай жууға болады, пайдалы кеңес жаз деп. Ал үшінші тапсырмада өлшем бойынша осы адам қандай өлшемге сай келуі мүмкін сипаттап жаз дегенде жазылым дағдысын дамытып отырмыз. Яғни біз екі мақсатты жүзеге асырып отырғанымызға назар аударуларыңызды өтінемін. Бұл мәлімет алу, яғни О7, ал оқыған, тыңдаған, көрген материалдары бойынша креативті жазу Ж5, яғни жазылым 5, өзін қызықтырған мәселелерге түсінік береді, сипаттап жазады деген мақсаттарды жүзеге асырып отырмыз. Осы мақсатқа сай жасалған тапсырмаларға төмендегідей жетістік критерийлерін құрастыруға болады. Егер осы 4 тапсырманы топтап барып, яғни 4 тапсырманы бергеннен кейін барып, критерий киімді түктеу, жуу, кептіруге байланысты шартты белгілерді таниды, ажыратады, мағынасын таниды, қолдана алады, оқыған, тыңдаған, көрген материалдарына түсінік бере алады, жағдаяттық тапсырманы сипаттау мәтініне айналдыра алады. Немесе егер бірнеше тапсырмадан кейін берілген жетістік критерийі бұл топтап алған кезде барлығы айқын, нақты тұр, кей кездерде тапсырмаға жеке-жекеде критерий құрастыруға болады. Жалпы жаңа өзіміз сөзіміздің басында айтып кеткенде, әдеби емес мәтіндерді оқыту кезінде, әдеби емес мәтіндерге сәйкес тапсырмалар дайындау кезінде біз оқушының білімін қалай тексеруімізге болады. Яғни көбінесе алға жылжушылығын, оқушының белгілі бір жеткен жетістіктерін қалыптастырушы бағалау арқылы тексере аламыз. Яғни бұл дегеніміз тағы да қайталауға тура келеді, оқушылардың білім алудағы қай кезеңде екенін, қай бағытта қозғалу керектігін, яғни мұғалім осы тапсырмалармен жұмыс істеу барысында кері байланыс арқылы оқушының қай тұста ақсап тұрғаны, айталық фразологизмдерді қолдануда қиналып тұрма, не болмаса сипаттау мәтінін жазудағы сипаттаушы сөздерді пайдалана алмай тұрма. Міне осыны анықтау кезінде жүзеге асыруға болады. Ал жетістікке қалай жетуге болатын жалпы айқындайтын үдеріс бұл қалыптастырушы бағалауды тиімді пайдалануға болады. Енді қазақ тілі сабақтарында бұл шартты белгілердің кешіріңіздер, қазақ тілі сабағында бұл шартты белгілерді бағалау тиімді болу үшін алдымен нақты мақсат қою керек. Яғни мұғалім оқушының алдына мақсатты қаншалықты нақты қойса, оқушы соншалықты осы мақсатқа жетуге тырысады. Ал жетістік критериймен таныс болған жағдайында жету үшін нақты қадамдар жасайды. Яғни тапсырманы орындау және жетістік критерийіне қарай отырып, өзінің алдыға қалай ұмтылу керектігі көрініп тұрады. Жылдам қалыптастырушы кері байланыс беру керек. Яғни кері байланыс жиі берілген сайын оқушының оқуға деген ынтасы арта түседі. Егер оқушы шынында да сипаттаушы мәтін құрастыруда, не болмаса пайдалы кеңестер жазуда термин сөздерді пайдалануы белгілі бір дәрежеде болмаса, мұғалімнің айтқан сөзі айталық жаңағы өзің танысқан шартты белгілерді пайдалана отырып жазғаныңда дұрыс болар еді деген жылдам берген, яғни бір ауыз сөз болса да ауызша берілген кері байланысы оқушының жұмысының алға басуына, оқуға деген ынтасының арта түсуіне негіз болатынына айқын. Бұл тапсырмалар алға қойған мақсатқа жету жолдарындағы баспалдақтар. Саралап оқытуға, оқушы деңгейіне сай орындалады. Мысалы, 3-ші тапсырма сын тұрғысынан ойлауға бағыттайды. Бұл тапсырманы барлығы бірдей жүзеге асыра алмауы мүмкін.
Естеріңізге тағы да сала өтейін, мына ер адамның киімінің жағасының өлшеміне байланысты және осы киімді киген адам қандай дегенді сипаттап айтуға. Бастапқы кезде осы өлшемді нақты анықтай алмаса, ер адамға байланысты ма, жоқ әйел адамға қатысты киім өлшемі ма, немесе бұл Европа өлшемі ма, жоқ әлде азиялықтарға тән өлшем ба, осыны анықтай алмаса, ол жаңағы сипаттау мәтінін жаза алмайтыны анық. Яғни бір оқушының әр қадамы тапсырмадағы қадамдармен тікелей байланысты болып тұр. Яғни бұл белгілі бір оқушының деңгейін жүзеге асыра алатын, жоғары қабілеті жоғары оқушылар болуы мүмкін, жүзеге асыра алмай, не болмаса оның бастапқы бір этапында ғана қалып ары қарай дамыта алмай қалатын оқушылар болуы мүмкін. Енді бұл біздің сабағымыз, яғни саралап оқытуға, яғни тапсырмаларды да саралап дайындауға бағытталады. Оқушы білімін қандай деңгейде қолдана алғанын айқындауымызға болады. Қазақ тілі сабақтарында бұл шартты белгілердің мағынасын оқытудың маңызы неде? Бұл қажеттілікті туындатқан өмірдің өзі. Яғни ертең қыздар бір үйдің шаруашылығына, ұлдар бір шаңырақтың жауапкершілігіне ие болған кезде қажеттілік одан сайын артады. Ең қуаныштысы, НЗМ, яғни Назарбаев зияткерлік мектебін бітірген оқушылар осы шартты белгілерді қазақша сөйлете алатын болады. Шартты белгілерге байланысты 8-ші сыныпта, яғни бірінші тілде жойылу қаупі бар жануарлар деген үлкен лексикалық тақырып бар. Осы лексикалық тақырыпты өткен кезде бұл шартты белгілердің шетелдегі жануарларды қорғауға арналған шартты белгілерді қарастырдық. Яғни Вирджинияда бұл аюлардың орманды мекен ететін, сол жерде жолдан өткен кезде абай болу керектігіне байланысты шартты белгілер қойылған. Болмаса, яғни түйелер мекен ететін жерде Сауд Арабиясында осы жолды жылдамдықты азайту керектігі туралы шартты белгілер бар екен. Яғни шетелдегі шартты белгілер туралы мәліметті тауып оқығаннан кейін, енді біз Қазақстандағы қандай шартты белгілер болуы мүмкін деген сұраққа жауап іздедік. Бұл жұмысты мен жоба түрінде бердім. Яғни оқушылардың ізденісі жоба ретінде қорғалды. Бірақ өкінішке орай Қазақстандағы жануарларға байланысты шартты белгілер бірнешеу ғана болып шықты. Бірақ бұдан да оқушылардың тығырықтан жол тауып шығып кеткені атап айтқым келеді. Олар өздері ойларынан шартты белгілер ойлап тауып, сол шартты белгілерді түсіндіру, топтың алдында, сыныптың алдында, сол шартты белгілерді не себепті осындай сурет арқылы бергендігі, беретін мағынасын айқындау арқылы жоба қорғалды. Енді осы жобаға жетістік критерийлері арқылы нені анықтаймыз? Білімін көрсетуге мүмкіндік беру арқылы білім деңгейін анықтаймыз. Мұғалімнің ресми емес кері байланыс беру арқылы мүлт кеткен тұстарын анықтаймыз, талдаймыз. Бұл мұғалімнің мүлт кеткен емес, оқушының мүлт кеткені. Яғни мұғалім кері байланыс берген кезде, оқушы тапсырманы жүзеге асырған кезде қай жерінде толықтыру қажет, немесе қай жерінде белгілі бір мәселеде түсініспеушілік болды деген сияқты. Оқушының келесі қадамдарын анықтауға алға жылжуына мүмкіндік беру арқылы дамуын бақылаймыз. Оқыту мақсатына жету үшін екінші мүмкіндіктің берілуі арқылы білімін коррекциялаймыз. Енді шындығында да біздің жүйеміздегі оқушыға берілген мүмкіндіктердің ішіндегі ең
жақсы мүмкіндікті атап айтқым келеді. Бұл жетістік критерийлерінде жетпеген жағдайында оқушыға екінші рет тапсыруға, яғни екінші мүмкіндіктің берілуі бұл өте қуантарлық жағдай. Енді осы ауызша сөйлеу жоба қорғау тапсырмасының критерийіне Столборн мырза кеңінен тоқталып талдаған болатын. Ол кісінің айтқан, яғни зерттеуші ғалым айтқан ойлармен сіздермен бөліскім келеді. Яғни бұл жоба қорғау кезінде мен осы критерийлерді пайдаландым. Ауызша сөйлеу жоба қорғау критерийлері: жарияланымды суреттер, диаграммалар немесе постер арқылы қызықтыру, көп ақпаратты қолданбау, яғни ақпарат көбейген сайын қызығушылық азайып, жаңағы ақпаратты қорытуға көп уақыттар кетіп қалады. Бірақ негізгі ақпарат арқылы ойын күрделендіруге бағыттайды. Және қолданысы дегенде бұл карточкалар, шартты белгілерді пайдаланып сөйлеу, асықпай сөйлеу, нақты мысалдар келтіру, тақырыптан ауытқымау, қорытынды бөліктің болуына ерекше назар аудардық. Оқушылар шындығында жаңағы өздерінің ойлап тапқан жойылу қаупі бар жануарлар деген жобасындағы шартты белгілерді нақты мысалдар келтіре отырып тақырыпқа қатысты қорғады. Сөйлеу мәнеріне де ерекше назар аударамыз. Яғни аудиторияны тыңдата білу, түрлі эмоцияларды орынды қолдану, тым қызбаланып сөйлеуге де, немесе тым баяу салқынқандылықпен де ой қорытуда, яғни белгілі бір тепе-теңдікті сақтауда осы жетістікке баратын жолдардың біреуі. Сонымен бірге осындай кезде сабыр сақтауға да бұл енді нақты білім бағаламаса да, мынау жоба қорғау кезіндегі ерекше бір назар аударатын мәселе оқушыларды сабыр сақтау арқылы, сабырлық арқылы қобалжуын басуға да болады. Міне осы тапсырманы, яғни O7 оқулы мақсаты, жаңа осының алдындағы 7 сыныптардағы көрсетілген O7 оқулы мақсаты бойынша қалыптастырушы тапсырмаларды 8 сыныпта мынандай тапсырмалар арқылы қорытындылап айтсақ: жануарларға қатысты шетелдегі шартты белгілерді анықтау, қорықтарда кездесетін отандық және шетелдік шартты белгілерге классификация жасау, Қазақстанда жойылу қаупі бар жануарларды қорғауға қатысты шартты белгілер ұсыну, жоба қорғау. Енді осыдан шығатын, осы тапсырмадан шығатын жетістік критерийіміз жануарларға қатысты шетелдегі шартты белгілерді анықтай алады. Яғни біздің істеген іс-әрекетіміз немесе мұғалімнің ұсынған тапсырмасына сай жетістік критерий пайда болып отыр. Қорықтарда кездесетін отандық және шетелдік шартты белгілерге классификация жасайды. Қазақстанда жойылу қаупі бар жануарларды қорғауға қатысып шартты белгілер ұсынады. Жоба қорғау кезінде термин сөздерді пайдаланады. Немесе жоба қорғау кезінде ауызша сөйлеудің қадамдарын сақтайды. Немесе сіз сол сабағыңызда ерекше акцент, яғни термин сөздерге салғыңыз келіп тұр ма? Не болмаса оқушының аудитория алдындағы мәнерлі сөйлеу ойын жеткізуге салып қойдыңыз ба? Осыған байланысты соңғы критерийді өзгертіп отыруға болады. Енді бұл тапсырмаларды бір топтастырып барып қарасақ, сонымен бірге әдеби емес мәтіндердің шартты белгілермен қатар әдеби емес мәтіндердің ішіндегі кеңінен таралған тағы бір жұмыстың түрі, бірақ бізде қазақ тілінде осы бағдарламамызға сай, кіріктірілген бағдарламамызға сай тапсырмаларды құрастыру арқылы бірте-бірте сабағымызға жаңалық болып еніп жатқан бұл мерекелік кештердің билетімен жұмыс. Яғни бірінші тапсырмамызда төмендегі мерекелік кештің билетімен мұқият таныс. Оқушыларды
тағы да еске сала кететін нәрсе, оқушыларды танысу үшін де белгілі бір уақыт берген жөн. Себебі уақыт арқылы асықтырмай, олар мұқият танысу арқылы жаңағы жетістікке баратын бір жол. Ойлануға уақыт беру. Екінші тапсырмада ақпарат беретін сөздерді теріп жаз. Яғни әр топқа немесе әр оқушының алдындағы осы билетті таратып беру арқылы ақпарат беретін сөздерді бұл теріп жазып дәптеріне орындайды. Үшінші тапсырмадағы төмендегі сұрақтарға жауап беру керек. Жауабыңды мәтінге айналдыр. Кіріспе негізгі бөлім, қорытынды бөліктерде қандай ақпарат болу керектігін шеш талда. Алғашқы кезде бұл үшінші тапсырма сіздерге тым күрделі сияқты болып көрінуі мүмкін. 8-9 сыныптың оқушылары үшін менің ойымша күрделі емес. Яғни назарларыңызға сұрақтарды ұсынайын. 9 сұрақ қалауларыңызға байланысты. 10 сұрақ болмаса бұны қысқартып 5-6 сұраққа дейін қысқартуларыңызға болады. Яғни осы сұрақтарға оқушы жауап береді. Яғни осы билет арқылы сен қандай іс-шараның куәгері бола аласың. Яғни мерекелік кештің, мәдени шаралардың куәгері болатындығы, қандай өнер түрлерін тамашалауға болады. Егер билетімізге қайта айналып келетін болсақ, бұл эстрада әншілерінің, немесе айтыскер әншілердің терме, ән орындалатындығы, терменің орындалатындығы, яғни рухани мерекелік кеш екендігі бірнеше жанрдың араласып келгенін байқауымызға болады. Міне осы сұрақтарға жауап бергізе отырып, алған жауаптарын оқушының белгілі бір тұтас мәтінге айналдыру мақсаты қойылыпты. Егер сұрақ күйінде қалатын болса, оның нәтижесі болмауы мүмкін. Ал мәтінге айналдыратын болса, оқушы шынында да ойланады. Яғни негізгі бөлімге 5-ші, 6-ші, 7-ші сұрақтарды жіберсем, бұл бірінші және үшінші сұрақтар кіріспе бола ала ма? Не болмаса қорытындыға 9-ші сұрақты жіберсем, билет құны туралы не ойлайсың? Онда тақырыбымнан ауытқымаймын ба? Негізгі тақырыбым қандай еді деп өзіндік ой қорытындыларын жасап, және сыни тұрғыдан ойлауға талпына бастайды. Сын тұрғысынан ойлауды дамытуға Жандарбек пен Айнұр айтса, қайсы жеңеді деп ойлайсың деген сияқты. Әрі ойланады, әрі шешім қабылдайды. Міне бұндай тапсырмалар шындығында оқушының шығармашылығын дамытатын тапсырмалар. Ал саралау арқылы мысалға одан сәл жеңілірек тапсырмалар ұсынуға болады. Мысалға дұрыс тұжырымды белгіле, яғни дұрысын, бұрысын, мысалға айталық Құрмаш Махан кеш авторы десек, бұл дұрыс емес, ол кеш қонағы деген сияқты. Бұл жаңағы билетті мұқият қарау арқылы жетуге болады. Билетке қатысты берілген сөздерді екі бағанға теріп жаз. Яғни мерекелік кешке сырт киіммен кіруге, әсем әнмен тәтті күй тыңдауға, билетті 3000 теңгеге қайта сатуға деген сияқты болады, болмайды. Айталық мерекелік кешке сырт киіммен кіруге болмайды. Бұл яғни мәдениетсіздіктің белгісі. Әсем әнмен тәтті күй тыңдауға болады. Яғни адам сол үшін мерекелік кештерге келеді. Билетті қайта сатуға болмайды. Ал фотоға түсіруге болама деген кезде тағы да мынау мерекелік шаралардағы өзіндік белгілі бір шарттар бар. Яғни фотоға түсіруге, телефонға түсіруге болмайды. Оны кештің басында айтып та отырады. Міне осыған байланысты баланың ойын бір тексеріп өтуге болады. Ал тапсырманы осылай күрделендіре беруге, жеңілдетуге, немесе бірінен байланыстырып, балалатып, туындатуға да болады. Енді осы тапсырмалар арқылы жетістікке жету жолдарының бірі
кері байланыс. Оқушыларымыз, яғни кері байланыс оқыту мақсаттарымен тығыз байланысты. Оған бағанадан бері бірнеше мысал келтірдік. Кері байланыс жетістікке жету үшін дұрыс бағыт береді. Кері байланыс мұғалім шешімі емес, жетістікке жету жолын ұсынады. Яғни сен мына 7-ші тапсырманы орындай алмадың, сондықтан сен жетпедің деген кері байланыс менің кесімді айтқан шешімімнен гөрі, мен осы 7-ші тапсырманы сен мына жағынан қарастырып көрсең. Яғни жәдігер деген сөздің синонимін қалай айтуға болады, немесе екінші сөзбен қалай айтуға болады. Ал егер мен берген мына 3 сөздің ішінен біреуін таңдасаң қайтеді мағынасы. Міне осындай жолдарды ұсыну арқылы оқушыны талпындыруға болады. Кері байланыс сіздің пәніңізге деген оқушының ынтасын арта түседі. Енді тура осы сияқты бұл жарнама мәтіндерімен жұмыс балаларды өте қызықтырады. Сіздер өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мен бір дүкеннің кәдімгі қолымызда жүрген, онымен ата-аналарымен бірге дүкенге барған балаларды таныс, қолымызда жүрген дүкеннің газетінен алынған жарнаманы қойып отырмын. 2 тілде жазылған, қазақша және орысша. Енді осы жарнама мәтіндерімен жұмысты тағы да сұрақ қоюдан бастадым өзімнің тапсырмаларымда. Яғни жарнаманың не туралы екендігіне, тұтынушыға қай сөздердің әсер етіп тұрғандығы. Ал немесе бұл жұмысты бастамастан бұрын термин сөздерді берулеріңізге болады. Тұтынушы, жарнама компаниясы, не болмаса айталық үй шаруасындағы әйел адамдар деген сияқты алдын ала термин сөздерді мен жұмыс етіп барып, содан кейін барып сұрақ қоюға болады. Енді жарнаманы жасаушылар өз тарапынан қандай кеңес берер едің деген оқушының өзіндік шешім қабылдауға, өзінің ойын айтуға талпындыратын тапсырма. Жарнаманың әрпінің стиліне, шрифтіне назар аудар. Төмендегі ойлармен келсесің бе, ойында ауызша айт. Мысалға, шрифт жарнамаға жан беріп тұр. Шрифт жарнаманың маңызды элементі, себебі егер шрифт тым кішкентай болатын болса, тым ұсақ болатын болса, барлық адам оны оқи алмауы мүмкін. Сондықтан маңызды. Шрифт жарнамаға жан беріп тұрады. Кейбір әріптерді гүлдендіріп, ерекше түспен белгілеу арқылы, немесе тұтынушының көзден бірден түсіп қиындықсыз оқылу үшін қажет деген сияқты. Міне осының ішінде негізгі төмендегі ойлармен келісетін, келіспейтіндігін білдіріп, пікірталасты, немесе ой талқыны дамытуға болады. Енді сөйлемді аяқтату арқылы осы тақырыптағы алған білімдерін, енді берілген сөздердің мағынасына қарай қажет сөздерді беру арқылы, айталық ескерткіш, есте қалатын сыйлық, клиент үнемі сатып алатын тұтынушы деген сияқты берілген сөздерді қажетіне қарай орналастыру, немесе жарнама жасаушыларға менің берер кеңесім деп, оны жазба жұмысына қарай айналдырып, кеңес жазуға талпындыруға болады. Яғни, егер сен өзіңнің бір өніміңді жарнамалағың келсе, одан кейін барып нақты ұсыныстар айту арқылы баланы нақтылыққа бағыттаймыз. Енді осыған байланысты жетістік критерий: жарнамаға қатысты ойды анықтай алады, жарнамаға қатысты терминдерді біледі, өз ойын тұжырымдап айта алады, өз тарапынан шешім ұсына алады. Енді қорытындылай келетін болсақ, оқушының мәтінге тән негізгі белгілерді, мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын, мәтін түрлері, әдеби мәтіндер, әдеби емес мәтіндерді білуі маңызды. Ал тілдік ақпараттық мәселенің шешімін табу үшін маңызды әдеби емес мәтіндерді оқу.
Ал назарларыңызға ұсынылған әдеби емес мәтіндермен жұмыс мұғалімнің де оқушының да пәнге деген ынтасын арттырады. Ал ол тапсырмалар арқылы қалыптастырушы бағалау бойынша жетістік критерийлерін құрастыруда да сіздерге белгілі бір білімге бастар жол екеніне көзіміз жетіп, және оны жүзеге асырудың жолдарынан мәлімет алды деген үлкен үмітпен сөзімді аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақ қоятын болсаңыздар жауап беруге дайынмын.